Ал достар, бұл Шекспир көрдің үшінші бөлімі. Иә, неге қалай бірінші бөлімнен кейін үшінші бөлім болып кетті? Өйткені, короче, былай болды. Екінші бөлімін мен түсіргем. Бәрін түсірдім. Қаншама қызықты болды. Бомбить еттім, клавиатураны ұрдым, камераны ұрып жібердім. Сөйтіп отырған кезінде, оказывается, видеоны түсірдім, монтаждадым. И потом капкат долбоеб құсап, ол видеоның бәрін мен галереяма сақтамады, и потом мен оны лақтыра алмадым ютубқа. Сол себептен ол алды да, типа, мен ол капкаттың, короче, данныйын алмау үшін данныйын кетіріп тастадым, и потом видеоның өзін кетіріп тастадым. И сосын осындай жағдай болды, короче, екінші бөлім маған салынбай қалды ютубқа. Сол себептен екінші бөлімін енді білмеймін қашан бастамай кететінімді, бірақ алдағы уақытта салынады ол да ютубқа. Бір күні осыны салам. Алдағы уақыттастар ары қарай көре беріңдер. Бәріңізге достар, қалайсыңдар? Сен байқауға мен айтылсам, бүгінгі видеода біз айтатын Майнкрафтта Шекспир көрді жалғастырып аламыз. Бүгінгі видеода біз айтатын қайтадан 28-ші бөлімге өткендегі видеода келген болатынбыз, сенде болса бүгін қайтадан соны жалғастыратын боламыз. Алдағы уақытта біз барсақ, достар, өткендегі бөлімде жаман қатты бомбиттік естерінде болса, біз мына қайда анау артына, короче, ана қызыл жылан сияқты бірдеңелер бар еді ғой, содан біз жаман қатты бомбиттік естерінде болса, бүгін одан өткен бізде бомбиттігінде лаки блок бар еді, лаки блок бар, дофига зат бар еді. Короче, маған атықтан бастырыңыздар үшін сүріп отырыңыздар. Ерсі өткендегі мен негізі бұл кешегі өткендегі видеода, яғни осы кешегі екінші бөлім сәт түсірілі, осы келді еспей қойшы. Өткендегі екінші бөлімде сәт түсірілген болатын, неге өткені кешегі өткендегі бөлімде, короче, мен микрофон жазылмай қалды, веб-камеранға ғана жазылған. Веб-камеранға бірақ 30 минуттық, ол қаншама гигабайт болғансы, мұны мен телефонымда, короче, 28 болса да менде толып жатыр ше, ішінде пактар бар, документтер бар, солардың барлығымен толып жатыр. Оны қашан оны мынаға көшіріп, анан сол веб-камерадан түсірілген видеоларды мына телефоныма көшіріп отырған кезінде, короче, мынадай ашып қойып, короче, бәрін толтырғым келмейді. Сол себептен кішкене бұл видео дейтін енді бір білмеймін, ертең шығатын шығар. Бүгін бірі, если что, бұл видео екісі или шығады, білмеймін қашан шығатыны, нақты білмеймін. Бірі точно шықпайды, бүгін точно шықпайды, өйткені бүгін енді екінші бөлім монтажда салу керек, соның шаруаларымен жүрмін, короче. Ойынға кіресек, сол мен не айтып кеттім. Так, мына жерде біздер лестницаға міне деген так, ойбай болмай қалды. Блин, ауылындағы жүріп, лестницамен хабарлар секретін жақты екен. Достар, мен неге әңгіме айтып отырмын, өйткені мен негізінде өткендегі бір Дейнің мотор етінде шығардым ғой, бірақ ол видео негізінде баяғыда 2024 жылы түсірген видео. Осы себептен негізінде ол видео басқа каналға түсірген, баяғыда мен ажылда мкп дейтарына болған, соған түсірген. Менде просто кеше видео түсірмей қалғаннан кейін сол күні мен күн видео шығарамын осы үйде. Мен кеше өткендегі видеода, короче, мен одан кейін видео түсірмей қалдым. Одан кейін осы видеоны салуға тура келді, яғни сол видео баяғыда қалып қойған, енді архивте қалып қойған видеолар ғой, соның бәрін қайтып қалып қойып шешедім, қайтып салдым. Архивте қалған видео ғой, сол негізінде. Ол дейтін декабрьда түсірген 2024-дің 2020 жылғы видео ғой. Осы себептен ол баяғыдағы видео уже 10 ай болып қалды ол видеоға. Осы себептен білмеңдер, ол кезде дауысым басқаша қуып видеолар түсіріп жатсам, еще Айсұлтан мкп-де қанша шығасың, Айсұлтан енді просто. Ол видео Дейнің моторын баяғыда түсірген видео, ол 2024 жылғы видео шықса. Соның үшін олды. Достар, бүгінгі видеода негізінде веб-камера, OBS-тан веб-камера. Наконец-то! Бүгінгі видеода біз OBS-тан веб-камераны қосып ойнап отырмыз, сол себептен ана мен кешегі бірінші бөліммен екінші бөліммен телефонмен түсірген болатын.
телефонмен түсірген болатын. Сол себептен соның качествосы жақсы болған шығар, иә, мынаған қарағанда соның качествосы жақсы болған шығар да. Бүгінгі видеода просто оған надоел болып ұнамайды негізінде ше. Үйтіп не істеген. Мына сол вебкаммен түсірген видеоларда телефонға жіберіп, мына екеуін бірге жіберіп, ананың үстіне қойып сөйтіп отырған ұнамайды негізінде ше айтсам. Сол себептен мен сразу OBS-пен жасайын шештім. Просто мына неңкі, мына өзінің OBS-дағы мына веб-камера просто вообще качествосы говно. Настройкамен істеуге болады әрине, бірақ та дұрыс настройкамен істедім бе, істемедім бе. Так. Нормально шығарда да мен өтейін. Нормально шығарда мен түрім нормально көрініп тұрған шығар. Мен аяқтарым көрініп тұрған жоқ па, сөйтсем мәңгімен просто столдың астында дұрыс қоятын орын жоқ. Аяғым ештеңе етіп көрсетпей сөйтіп сразу неге компьютер тұр артында астында, соның процессордың үстіне қойып отырмын ше. Еба! Шүкір Алла. О, все вот так. Что? Қатып кеткен ларсың. Қатпаш, рана қатпаш. Шок! Так, мында елдік тұрса бізде уже 34-ші уровень нормально. По идее, нормально şimdi. Блин, мен тупо ұқсып, мен не етесік қойдым. Так, мау. Біз неше уровень өттік, 6 уровень өттік. Просто бүкіл уақыттың бәрін лакилок айтып қойып, просто осының ғой. Мен қайта стикер соға түсіп көтердім, просто мен дұрыстап. Стиш. Мал! Обоел. Уф. Так. Так, 36-ші уровень. Мау! Еба! Мынайды өлім! Өлім! Азапты өлім! Азапты өлім! Блин, мен поставлен кнопку вообще. Опа. Слава не надо. Вот хит вот еще слышишь. Вот ты нахуй на урока зачем? Удался бы так каким не газу, а? Вот я. Давай. Ё-моё. Умотать будет алмаймын. Так. Надоело!
Неге ойымын ана жерден құлай берем? Мен бұл соңында баған тура осындай ғой тағдыр. Тура осындай ғой. Соңғы көрейін. Bu drop берсе ұқсайды. Drop берге ұқсайды. Мені... Алайда достар, болды. Осы видеомызды аяқтайық. Алда қойды достар. Көп рахмет, алда қойды достар. Сау болыңдар. Пока-пока. Чао.